Сіздермен құрметті оқушылар, Edukey TKZ сайтына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі сабағымыз квадрат түбірдің қасиеттері. Квадрат түбірдің қасиеттері, алдымен мына қасиеттерді көрейік. Бірінші, түбір астында А өрнегінің анықталу болса, теріс емес нақты сандар жиыны, яғни А үлкеніне тең 0 болады. Түбір астында А үлкеніне тең 0, ол арифметикалық квадрат түбір деп аталады. Түбір астында ол үлкеніне тең 0, x квадрат, үшінші x квадрат тең А үлкеніне тең 0, теңдеуінің екі түбірі бар, яғни x тең плюс минус түбір астында. Мысалы x квадрат тең 4 болатын болса, онда мысалы x тең плюс минус түбір астында 4, яғни x тең плюс минус 2. Бұлардың барлығы алдыңғы сабақта көріп кеткен нәрселер, тек қайталау деген сөз. Мысалы сол сияқты, мысалы x квадрат тең 2 болатын болса, онда x тең плюс минус түбір астында 2 деген сияқты. Ал кез келген асан үшін түбір астында квадрат тең А, яғни түбір астында А-ның квадраты тең модуль ішінде А болады. Демеген модуль ішінде А болғаннан кейін ол түбір астында онда А квадрат, мұнаның өзін білеміз, ол бұл А болып шығады. Егер А 0-ден үлкен болатын болса, А 0-ден үлкен болатын болса, мысалы. Ал мынау минус А болып шығады, егер А 0-ден кіші болса деген нәрсені білеміз. Сондықтан бұл тең, онда А немесе минус А болады. Егер А 0-ден үлкен болса, үлкеніне тең 0 болса, ал мынау А 0-ден кіші болса, онда минус А болады деген сөз. Енді көбейтіндінің квадрат түрі көбейткіштердің квадрат түбірлерінің көбейтіндісіне тең, яғни мысалы түбір астында А Б, яғни А көбейту Б деген, ол түбір астында А көбейту түбір астында Б болады деген сөз. Мысалы енді түбірдің астында мысалы 18-ді былай істеу болады. Түбір астында 18 деген, ол мысалы түбір астында 9 көбейту 2 мысалы. Дәл сол сияқты, онда ол түбірдің астында 9 көбейту түбірдің астында 2 мысалы. Сонда ол тең болады түбірдің астында 9 дегенім 3-тің квадраты, яғни көбейту түбір асты 2, сонда мынау мысалы 3 түбір асты 2 деген сияқты. Ал енді сол сияқты түбір астында А, Б тең түбір астында көбейту түбір астында жеке-жеке көбейтіндісіне тең болса, енді керісінше деп пайдалануымыз керек. Біз мысалы түбір асты А көбейту түбір асты Б дегеніміз тең түбір астында А, Б деген сияқты. Қажет жағдайда біз мұнаны жеке-жеке осылай пайдаланамыз, ал кей жағдайда екеуін бірге көбейтуге болады деген сөз. Мысалы енді осыған байланысты мысал көрейік. Мысалы түбір астында 9 көбейту түбір астында 25 көбейту түбір астында 36. Енді мынаны бірнеше санға дейін қолдануға болады жаңағы. Онда біз жаңағы формула бойынша бұны біз жеке-жеке, мысалы түбір астында 9 көбейту түбір астында 25 көбейту түбір астында 36 деген сияқты. Ол тең болады. Енді бұл түбір астында 9-ымыз бізде ол 3 болып шығады түбірден, өйткені ол нешенің квадраты 3 деген сөз. Көбейту түбір астында 25-іміз түбірден 5 болып шығады. Көбейту түбір астында 36, ол 6-ның квадраты болғандықтан түбірден 6 болып шығады. Онда тең, енді 6 мен 5 30, 30 мен 3 көбейткенде 90 болады деген сөз. Келесі, енді бөлімдінің квадрат түбірлерінің қатынасына тең, яғни мынау деген сөз. Түбір астында А бөлінген Б тең болады түбір астында А бөлінген түбір астында Б. Енді бұлардың барлығын жаңағы жоғарыда айтылған формулада теріс емес сандар үшін, яғни оң сан немесе 0 үшін. Ал мына формуладағы біздегі А үлкеніне тең 0, Б 0-ден үлкен болған жағдайда бұлардың барлығы орындалады деген сөз. Мысалы түбірдің астында 9-дан 4 дегенім, ол деген мысалы
жаңа ғана формула бойынша мысалы түбірдің астында 4 бөлінген түбірдің астында 9 ол жеке-жеке түбірге алынған тең. Онда тең 4-іміз түбірден 2 болып шығады да 9-ымыз түбірден 3 болып шығады деген сөз. Енді мысал түбір астында 324-тен 121. Дәл жаңағы формула бойынша онда ол түбір астында 121, түбір астында 121 бөлінген түбір астында 324. Онда ол тең болады. Түбір астында 121 дегенім ол 121, 11-дің квадраты. Сондықтан ол мынадан 11 болып шығады түбірден. Ал 324 дегенім ол 324. 324 түбірден неше болып шығады? 324 18-дің квадраты тең 324. Сондықтан біз бұл жерде 324 түбірден 18 болып шығады деген сөз. Онда ол 18-ден 11, енді олар қарай қысқармайды, онда осы қалпы тұрады деген сөз. Келесі дәреженің түбірін. Түбір астындағының ең дәрежесі тең 0-ден үлкен сан үшін, мысалы түбір астында а-ның ең дәрежесі дегенім, ол тең түбір астында а-ның ең дәрежесіне тең болады деген сөз. Енді мысалы түбір астында 2-ның кубы дегеніміз, мысалы тең ол түбір астында 2-ның кубы дегенмен ұқсас. Екеуі орындалады деген сөз. Бұл енді дәреже туралы. Дәреже, яғни түбірдің астындағы санның дәрежесі дегеніміз, онда сол алдыменен түбір тауып, оның кейін дәрежелігімен бірдей болады деген сөз. 0-ден үлкен сандар үшін. Енді біз осыдан мынандай маңызды бір нәрсені келтіруге болады. Егер ең жұпсан болатын болса, онда түбір астында а-ның ең дәрежесі дегеніміз, тең, енді кез келген сан үшін жерде модуль ішінде а-ның ең бөлу 2 дәрежесі деген сөз. Енді мынаның мағынасы не деген сөз? Ол мысалы түбірдің астында 2-ның 4 дәрежесі деген сөз. Ол енді модуль ішінде а дегенім өзі болып кететіндіктен, мысалы 2-ның 4 бөлу 2 дәрежесі. Яғни ол тең 2-ның квадраты деген сөз мысалы. Ал сол сияқты мысалы түбір астында минус 5-тің 6 дәрежесі мысалы. Минус 5-тің 6 дәрежесі. Ол дегеніміз онда мысалы жаңа формула бойынша модуль ішінде минус 5 6 бөлу 2 дәрежесі, сонда ол тең 5-тің 3 дәрежесі болып шығып кетеді. Не болмаса, мына жерде бұны бұлай ойлай болу керек. Енді формуласында мысалы минус 5-тің 6 дәрежесі дегеніміз, ол тең түбір астында минус 5-тің минус 5-тің 6 дәрежесі ол плюс болып кететін түсінікті. Сондықтан бұл жерде 5-тің 3 дәрежесінің квадраты. Ал бізде бұл квадратпенен түбір бір-бірінің керамалы болғандықтан тең бұл 5-тің 3 дәрежесі болып шығады мысалы. Сондықтан бұл формула қолданылуға болады. Енді тағы да жоғарыдағы нәрседен мынандай нәрсені айтуға болады. Кез келген мысалы а деген бір санды 0-ден үлкен болатын болса, мысалы оны біз мысалы түбір астында а-ның квадраты деп жазуға болады. Түбір астында а-ның квадраты немесе тең түбір астында а квадрат деп ойлауға болады. Енді бұны біз келесі нелерде де қолданамыз деген сөз. Енді мысал жаңағы көрейік. Түбір астында 7-ның 6 дәрежесі ондай болатын болса, ол жаңағы формула бойынша 7-ның, енді модуль ішінде 7-ның өзі болады. 6 бөлу 2 дәрежесі, онда ол тең 7-ның 3 дәрежесі. Онда 7-ның 3 дәрежесі қалпында тұрса да, немесе 7 мен 7-ні 3 рет көбейтіп есептеп қойсақ та болады бұны. Ал енді мысал
түбір астында А-ның 10 дәрежесі, Б-ның 6 дәрежесі дейді. Ондай болатын болса, бірінші біз мына формуланы қоямыз. Мысалы, түбір астында А, Б дегенім тең түбір астында А көбейту түбір астында Б деген формула бойынша алдымен бұл мысалы түбір астында А-ның 10 дәрежесі көбейтілген түбір астында Б-ның 6 дәрежесі. Енді жаңағы формула бойынша мысалы ең жүк болған кезде түбір астында А-ның ең дәрежесі тең модуль ішінде А-ның ең бөлу 2 дәрежесі деген формула бойынша ол мысалы тең болады бізде модуль ішінде А-ның 10 бөлу 2 дәрежесі көбейтілген, ал дәл мынау сол сияқты модуль ішінде Б-ның 6 бөлу 2 дәрежесі. Ал ол енді онда модуль ішінде А-ның 5 дәрежесі көбейту модуль ішінде Б-ның 3 дәрежесі. Енді модульдан А 0-ден үлкен болғандықтан мына формула бойынша мысалы модуль ішінде А жаңағы жаздық тең А болады егер А үлкеніне тең 0 болса. Ал минус А болып шығады егер А 0-ден кіші болса деген формула бойынша онда біз бірінші мына А-ның 5 дәрежесі ол 0-ден үлкен болғандықтан А-ның өзі болып шығады, онда А-ның 5 дәрежесі. Ал модуль ішінде Б ол 0-ден кіші болғандықтан онда біз оны минус Б қылып шығарамыз. Сонда барып ол Б 0-ден кіші болса минус Б барып 0-ден үлкен сан болады. Онда минус Б-ның кубы. Онда ол тең енді минус пен плюс көбейтілгенде бұл жерде минус, онда минус А-ның 5 дәрежесі Б-ның 3 дәрежесі болып шығады деген сөз. Енді түбір астында 228 менен 13 түбір асты екенін салыстырайық дейді. Онда түбір астында 228-ді қарайық. 288. Түбір астында 288 дегеніміз ол тең түбір астында ол 144 пен 2-ның көбейтіндісі. Онда ол тең 144 дегеніміз ол 12-ның квадраты. Сондықтан ол 12 түбір астында 2 шығады. Ал бізде 12 түбір астында 2 ол 13 түбір астында 2-ден кіші деген сөз. Сондықтан түбір астында 288 кіші болады 13 түбір астында 2 деген сөз. Енді өрнектерді түрлендіріңдер дейді. Оған мысал көрейік. Онда ол тең, мысалы түбір астында 15, түбір астында 15, ол түбір астында 15, бізде түбір астында 15 ол түбірден шықпайды, яғни ешқандай санмен көбейтінді емес. Мысалы минус. Енді біз мына түбір астында 60 дегенді былай жазып жүруге болады. Түбір астында 60 дегеніміз ол түбір астында 4 пен 15-тің көбейтіндісі. 4 пен 15-тің көбейтіндісі. Не болмаса, енді қосылған 3 түбір астында 135 дегеніміз ол 9 пен 15-тің көбейтіндісі. Сонда ол тең болады. Түбір астында 15-тің өзін жазып қояйық. Түбір астында 15 минус мына 4 түбір астында 15 немесе мына жерде былай істеуге болады. Түбір астында 60 ол дегенім тең міне түбір астында 4 көбейту 15 болды. Ал ол дегенім тең түбір астында 4 көбейту түбір астында 15. Сонда ол тең болады. Түбір астында 4 дегенім ол 2, сонда 2 түбір астында 15 болып қалады. Онда мынау дегеніміз бізде 2 түбір астында 15. Ал енді сол сияқты жаңағы 3 көбейту не болмаса түбір астында 135 дегеніне. Ол дәл жаңағы сияқты түбір астында 135 ол түбір астында 9 пен 15-тің көбейтіндісі. 5 9 45 жой 4 ой 1 9 9 135. Солай онда тең бұл дегенім түбір астында 9 көбейту түбір астында 15 деген сөз. Ал ол тең болады 9 дегеніміз түбірден ол 3 болып шығады. 3 көбейту онда түбір астында 15. Онда бұл 3 көбейту түбір астында 15. Онда қосу міне жерде міне 3 көбейту мынаның өзі 3 түбір астында 15. Онда 3 түбір астында 15 болды. Ол онда тең болады. Мына түбір асты 15-тің өзін түсірейік.
минус 2 түбір асты 15-тің өзін сүрейік. Қосылған мынау 3 пен 3 9 түбір асты 15 болып кетті. Төбіз 9 түбір асты 15. Онда біз мына мен мына екеуі қосылғанда 10 түбір асты 15. Енді одан 2 түбір асты 15 алынған кезде тең 8 түбір астында 15 болып шықты бізден. Енді бөліміндегі иррационалдықтан құтылу деген болады бізде. Мысалы түбір астында 5 минус түбір астында 3-тен 2-ні, түбір астында 5 минус түбір астында 3-тен 2-ні бөлшегін бөлімінде түбір таңбасы болмайтын етіп түрлендірейік. Яғни мына бөлімінде түбір болмау керек. Бұны біз бөліміндегі иррационалдықтан құтылу деп аталамыз, немесе бөлімін рационалдандыру деп атайды. Бөлімін рационалдандыру немесе бөліміндегі иррационалдықтан құтылу деп аталады. Онда біз енді мына түбір таңбасын қалай жоғалтамыз? Түбір таңбасын қалай жоғалтамыз? Онда біз бұған мына формуланы қолданамыз. Егер менде мысалы түбір астында 5-тің квадраты болып кетсе, және түбір астында 3-тің квадраты болып кетсе, сонда мынауым 5 болып кетеді, ал мынауым 3 болып кетеді. Өйткені түбір квадрат бір-бірінің керемал кетіп қалады, яғни түбір астында аның квадраты тең а болатын деген сөз. Түбір астында а нөлден үлкен болғанда аның квадраты тең а болатын. Сол бойынша онда өз түсі құтылар еді. Онда бұнаған не істейміз? Онда бұған мына формуланы қолданамыз. Мысалы а минус б және а плюс б тең болады а квадрат минус б квадрат. А квадрат минус б квадрат. Онда дәл мынаған енді түбір асты 5 минус түбір асты 3-ке бұның біз түйіндесін көбейтеміз. Түйіндесі мысалы мына жерде мынаны біз а минус б деп ойласақ, енді бұған алымына да бөліміне де а плюс б-дан көбейтіп беру керек. Онда мына жерде біз түбір асты 5 қосу түбір асты 3-ті мынағанда және мынағанда көбейтеміз. Түбір астында 3-ті. Сонда ол тең болады. Мынау дәл мына формула бойынша а квадрат, міне а квадрат, яғни түбір асты 5-тің квадраты минус мына б, мынаның орнында тұр б квадрат, онда түбір астында 3-тің квадраты. Онда біз мынаның өзін түсіреміз, 2 жақ ішінде түбір асты 5 қосу түбір асты 3 тең болады. Енді мына жерде түбір асты 5-тің квадраты жаңа 5 дедік, онда ол 5, ал мынау 3 болып кетеді, 5 минус 3, 2 жақ ішінде түбір асты 5 қосу түбір асты 3. Ал 5-тен 2-ні алсақ 2 болатын түсінікті, онда 2-ден 2 түбір астында 5 минус плюс түбір астында 3. Онда ол тең болады, мына 2 мен 2 қысқарып кетті. Сонда түбір астында 5 қосу түбір астында 3 болып қалды деген сөз. Міне біз жаңағы бөліміндегі түбір таңбасы жоғалды, яғни бұл бөлімі иррационалдықтан құтылды, немесе бөлімі рационалды деп атаймыз бұны. Ал не болмаса біз енді кейде мысалы ол жалғыз түбір торыда мүмкін. Мысалы түбір астында 5-тен 5 деген сияқты. Ол кезде біз енді сол түбір астында 5-тің өзіне көбейтеміз. Өйткені жаңағы мынаның квадрат 5 болып шығып кетеді. Сондықтан ондай кезде біз түбір асты 5 деген санның тек өзіне ғана астында үстінде көбейте саламыз. Сонда ол тең болады. Мысалы, мынау түбір асты 5 көбейтіп түбір асты 5, ол түбір асты 5-тің квадраты мысалы. Ал мынау деген 5 түбір асты 5. 5 түбір асты 5. Сонда бізде мына түбір асты 5-тің квадраты ол мынау 5 болып қалады да, міне 5-тен 5 түбір асты 5 мысалы. Сонда мына 5 пен 5-ті қысқарып жіберіп тең түбір асты 5 деген сияқты. Енді мынағанда қарап, мынағанда қарап біз бөлімінде ешнәрсе қалмайды екен деп ойламаймыз. Бөлімінде мысалы сандар қалуы мүмкін, бірақ оның бөліміндегі санда түбір таңбасы болмайды деген сөз. Бұны біз жаңағы иррационалдықтан құтылдыру деп отырғанымыз сол. Енді мысал. А квадрат минус 5 бөлінген а минус түбір асты 5 бөлшегін қысқарту керек дейді. Онда біз а квадрат минус 5 бөлінген а минус түбір асты 5 бөлінуін қысқарту керек. Енді бізде қысқарту үшін білеміз, біз көбейткіштерге жіктеуіміз керек. Көбейткішке жіктеп барып қысқартамыз. Біз егер мынау а квадрат минус 5
ол формулаға келеді. Егер мынау аның квадраты келесі сан бір санның квадрат түрінде тұрса, жаңа формула бойынша ол а минус б а плюс б квадраттар айырмасының формуласы бойынша болар еді. Бірақ бізде а квадрат минус 5. Енді 5-ті де біз жаңа сияқты бір санның квадрат түрінде жазуға болады. Яғни жаңа айттық, 5 дегеніміз ол түбір астында 5-тің квадрат деп ойлауға болады. Өйткені квадрат пен түбір бір-бірінің керемалы, сонда бәрібір 5 деген сөз. Онда біз мынаны дәл сол сияқты жазып аламыз. А квадрат минус түбір астында 5-тің квадраты. Енді міне аның орнында аның өзі тұр, бұның орнында түбір асты 5 тұр. Сондықтан бұны көбейткішке жіктеуге болады. А минус түбір астында 5 тең. Онда мынау а минус түбір асты 5 а плюс түбір асты 5. Ал асты а минус түбір асты 5-тің өзі. Енді болды. Мына менен мұны екеуі қысқарып кетеді. Тең а плюс түбір астында 5 қана қалды. Демек, біз бөлшекті қысқарттық деген сөз. Енді мысал түбір астында мына өрнекті ықшамдау керек дейді. А 3-тен үлкен болғанда, онда түбірдің астында а квадрат плюс а плюс 4 қосу түбірдің астында а квадрат минус 6а қосу 9. Енді қарайтын болсақ, мына жерде мына өрнек ол формулаға келіп тұр. Яғни мына формула а квадрат плюс 2аб, мына жер минус болса, мысалы, минус плюс б квадрат дегеніміз ол тең а минус б-ның квадрат деген формула. Сондықтан ол тең, бірінші жағын өзін тұрып қоямыз, түбір астында а квадрат плюс а плюс 4 плюс түбір астында мынау жаңағы формула бойынша а б-ның орнында 9 деген 3-тің квадраты, міне 3-тің квадраты, сондықтан а минус 3-тің квадраты деген сөз бұл. Онда ол тең болады. Енді мына жерде а 3-тен үлкен болғандықтан, мысалы менде түбір астында а минус 3-тің квадраты ол тең модул ішінде а минус 3 болып шығу керек болады. Ал модулдан шығу үшін ол өз қалпында шығады, егер ол плюс болса. Ал 3-тен үлкен болғандықтан бұл плюс, сондықтан өз қалпында шығады. Ол онда тең болады. Түбір астында а квадрат плюс а плюс 4. Мынау өз қалпында шығады. Онда өз қалпында қосу а минус 3 болып шығады. Мына квадратпен төрмен кетіп қалып, онда тең болады. Енді ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Түбір астында а-ның квадраты, ал мынау а менен а қосылады, онда плюс 2. Ал 4 азайту үш, ол плюс 1. Міне бұл тағы да формулаға келді. Онда ол тең түбірдің астында а қосу 1-дің квадраты. Және де сол сияқты, мына жерде а 3-тен үлкен болғандықтан, онда біздің бұл өрнегіміз тағы да оң болады да, онда мынау а қосу 1-дің өзі болып шығады түбірден. Енді төменде жаттығулар орайлайық. Бірінші жаттығу түбірдің мәнін табыңдар дейді. Бірінші түбір астында 10,16-дан 19. Онда біз бұны бірінші мынаны аралас санға айландырып көрейік. Аралас санды бұрыс бөлшекке. Онда 16-дан мынаған көбейткенде бұл 169 болады. 169. Онымыз онда тең. Жаңа формула бойынша түбір астында 169 бөлінген түбір астында 16. Сондықтан ол 169-мыз 13 болып шығады. Ал 16-мыз 4 болып шығады. Онда 4-тен 13. Немесе 3,4-тен 1 деген сияқты. Ал мынау дегеніміз жеке-жеке түбір дедік жаңа, 0,4 көбейту түбір астында 81 көбейту түбір астында 25. Тең онда 0,4 деген ол 0,2-ның квадраты, сондықтан түбірден 0,2 болып шығады. Көбейтілген 81 дегеніміз 9-ның квадраты, 9 болып шығады, сондықтан көбейту 25 5-тің квадраты 5 болып шығады. Тең алдымен тиім тәсіл бойынша мұны екеуін көбейтіп жіберсек, 0,2 мен 5-тің көбейтіндісі 2 5 10 1, онда бұл жерде 9 болып қалады. 9 мен 1-ді көбейтсек. Енді мына өрнекті ол тең
түбір астында мынаны алдымен аралас санға бұрыс бөлшек айландырамыз. Аралас санды 9-дан бір жерде 9-ын 9, 9-ға 7 қосса 16. Көбейтілген 25-тен 4. Онда ол тең. Мына 9-дан 16-мыз енді тікелей шығара салайық. Ол 3-тен 4 көбейту. Ал 25-тен 4 дегенім ол 5-тен 2 болып шығып кетеді. Сонда ол 15-тен 8 болады деген сөз онда. Енді жаттығу 2, екінші жаттығу өрнектің мәнін табыңдар дейді. Түбір астында 75 көбейту, түбір асты 12 жаңағымен ұқсас. Енді бұны бұлай да шығаруға болады. Түбір астында 75 көбейту, түбір астында 12, ал түбір астында 75 дегенім ол 25 пен 3-тің көбейтіндісі. Ал мына түбір астында 12 дегеніміз ол түбір астында 4 пен 3-тің көбейтіндісі. Онда ол тең болады. 25 дегенім 5, түбір асты 3, ал анау дегенім 2, түбір астында 3. Онда ол тең болады 2, 5, 10. Енді қайтадан кері формула бойынша бұл түбір астында 3-тің квадраты, яғни 9 болып кететіндіктен 9 қайтадан 3 болып шығады. Онда бұл түбірдің астында 30 болып шығады. Бұлай шығады. Жоқ, 30-дың өзі болып шығады бұл. Онда 30-дың өзі болып шығады деген сөз. Енді немесе бұны бұлай да шығаруға болады. Мысалы, түбір астында 75 көбейту 12 дегенім тең түбірдің астында 75 деген 25 көбейту 3. Ал мына 12 дегенім ол 4 көбейту 3. Онда ол тең болады. Міне 25. Онда түбірдің астында 25 көбейту 4, ал көбейту 3 пен 3-ті көбейтсек 9 болып кетеді деген сөз. Онда ол тең. Міне онда 25-іміз 5 болып шығады, ал 4-іміз 2 болып шығады, 9-ымыз 3 болып шығады. Онда мынадан да тең 2, 5, 10, 30 болып шыға береді деген сөз. Ал енді түбір астында 4,9 көбейту түбір астында 360. Енді біздің мына тәсіліміз тиімдірек, онда содан пайдаланып көрейік. Түбірдің астында онда 4,9 дегеніміз, 4,9 дегеніміз ол 49 бен 0,1-дің көбейтіндісі. Немесе 0,49 бен 10-ның көбейтіндісі деп талға болады. Ал 49 бен 0,1-дің көбейтіндісі. Көбейту ал 360 дегеніміз ол 36 мен 10-ның көбейтіндісі. Сонда ол тең болады. Түбірдің астында 49 көбейту 36, ал 0,1 мен 10-ның көбейтіндісі ол 1 болып қалады деген сөз. Өйткені мына 10-нан 1 деген сөз, мына 10 деген сөз, сонда қысқарып кетіп 1 болып қалады. Онда ол тең болады. Енді 49-мыз түбірден 7 болып шығады, ал 36-мыз түбірден 6 болып шығады. Сонда 6, 7, 42 болады деген сөз. Келесі түбір астында 2 бөлу түбір астында 18. Біз бағанағы айтқан формуланы кері қолдануға болады дегеніміз. Яғни біз онда түбір астында А бөлінген түбір астында Б-ны біз түбір астында Б-дан А деп бірге түбірге алып жүруге де болады. Бағана біз мынадан мынаны көргенбіз, енді мынадан былай кері де болады деген сөз. Онда сол бойынша ол түбір астында 18-ден 2 бірге түбірге алып жүрсек. Онда ол тең болады. 18 бен 2 қысқарғанда мынада 9, мынада 1. Сондықтан ол түбір астында 9-дан 1. Енді ол жеке-жеке түбірге алуға болады. Не болмаса 9-дан 1 деген 3-тен 1-дің квадраты. Онда ол тең 3-тен 1 болып түбірден шығалады деген сөз. Ал енді түбір астында 27 көбейту түбір астында 3. Онда жаңағы айтылған сияқты екеуін бірге түбірге алып жүруге болады. Онда түбірдің астында 27 көбейту 3. Онда ол тең түбірдің астында 27 мен 3-ті көбейтсек 81. Демек, бұл түбірден 9 болып шығады деген сөз. Сол сияқты мұны екеуінде бірге түбірге алып жүреміз. Мынада 23 бөлу 2300. Онда ол тең болады. Мұны екеуі қысқарып кетеді де түбірдің астында 100, үстінде 1 шығады. Тең, онда ол түбірден
оннан 1 болып шығады деген сөз. Түбірде оннан 1 болып шығады. Онымыз түбірде оннан 1 болып шығады. Енді келесі үшінші жаттығу, көбейткіштерді квадрат түбір таңбасы алдына шығарыңдар дейді. Онда квадрат түбір таңбасының алдына шығару үшін біз бұны бір квадрат сан және бір квадрат емес сан соған келтіріп аламыз. Оған келтіру үшін біз квадрат сандармен көбейтуді ойлаймыз. Яғни 2-нің квадраты 4 мысалы, 3-тің квадраты 9, 4-тің квадраты 16, 5-тің квадраты 25, 6-нің квадраты 36, 7-нің квадраты 49, 8-нің квадраты 64, 81 деген сияқты осы сандармен. Онда түбір астында 98, ол дегенім мысалы 49 бен 2-нің көбейтін түсі. 49 бен 2-нің көбейтін түсі. 49 бір квадрат сан. Тең, онда 49 түбірден 7 болып шығады да, онда 7 түбір астында 2 қалады деген сөз міне. Ал сол сияқты 160, ол түбірдің астында 16 менен 10-нің көбейтін түсі. Демек, 16-мыз түбірден 4 болып шығады, онда 4 түбір астында 10 түбірдің астынан шықпай, сондықтан қалып қояды, түбір астында 10 қалды деген сөз. Дәл сол сияқты онда 3 түбір астында 12, ол тең 3 түбір астында 12 дегенім, ол 4 пен 3-тің көбейтін түсі. Ал 4 түбірден шығады, онда 3 көбейту 2 түбірдің астында 3, сонда 3 пен 2 көбейтіліп кетеді, 6 түбір астында 3 қалады онда бізде. Келесі 0,2 түбір астында 300, ол дегенім 0,2-ның өзін түсіреміз. Түбірдің астында 300 дегенім ол 100 бенен 3-тің көбейтін түсі. Ал 100 10-ның квадраты, сондықтан 10 болып шығады. Онда тең 0,2 көбейту 10, түбірдің астында мына жерде 3 түбірден шықпайды, 3 қалып қояды. Онда ол тең болады 10 мен 0,2-ні көбейткен кезде 2 түбір астында 3 болады. 10 мен 0,2-ні көбейткенде 2 болды деген сөз. Енді 4-ші жаттығу, көрсетілген амалдарды орындаңдар дейді. 6 түбір астында 2 қосу 5 түбір астында 18. Дәл жаңа сияқты шығатын алдымен түбірден шығарып аламыз. 6 түбір астында 2 қосылған 5 түбір астында 18-ді, ол 9 бен 2-нің көбейтін түсі. Онда ол тең 6 түбір астында 2 қосу, мынау 3 болып шығады, 3 пен 5 көбейтіліп 15 түбір астында 2. Онда 15-ке 6-ны қосқан кезде 21 түбір астында 2 болады. Біздің жерде бір текті квадрат түбірлерді қосуға болады. Яғни ол кезде мына 6 мен 15-ті ғана қосамыз деген сөз. Сонда 21, ал түбір астында 2 өзі түседі, түбір астында 2. Ал мынау 5, ал түбір асты 75 дегенім ол 25 пен 3-тің көбейтін түсі. Азайтылған 2 түбір астында 27, 9 бен 3-тің көбейтін түсі. Онда ол тең, мынау 5 болып шығады, 5 пен көбейтіледі, 25 түбір асты 3. Азайтылған мынау 3 болып шығады, онда 6 түбір астында 3. Демек, 25-тен 6-ны алғанда 19 түбір астында 3 қалады. Енді келесі, мынау 20, ол 20 дегенім мысалы 4 пен 5-тің көбейтін түсі, ал 45 дегенім 9 бен 5-тің көбейтін түсі, ал 80 дегенім 16 мен 5-тің көбейтін түсі. Онда мынадан 4 шығатта 3 пен көбейтіліп 3 көбейту 2 түбір асты 5. Қосу, мына онда 5 көбейту 3 түбір асты 5, азайту, мынау 2 көбейту 4 түбір асты 5, сонда ол тең, мынау 6 түбір асты 5, ал мынау 15 түбір асты 5, ал мынау минус 8 түбір асты 5. Сонда ол тең болады. Біз міне жерде 6-ға 15-ті қоссақ 21, 21-ден 8-ді алсақ 13. Яғни 13 түбір астында 5 болады. Енді түбір астында 3 минус 1, түбір асты 3 плюс 1. Енді бұған қалай қолданамыз?
Бұған жаңа квадраттар айырмасының формуласын қолданамыз. Яғни а минус б, а плюс б тең болады а квадрат минус б квадрат. Онда бұл тең түбір астында 3-тің квадраты минус 1-дің квадраты. Онда ол тең болады. Түбір астының 3-тің квадраты деген 3 минус 1 тең 2 болып шығады деген сөз онда. Енді жаттығу 5, яғни 5-ші жаттығу сандарды салыстырыңдар дейді. Бірінші біз 2 түбір асты 5 пен түбір астында 45-ті салыстырайық. Онда түбір асты 45 дегеніміз. Түбір асты 45 дегеніміз ол 9 бен 5-тің көбейтіндісі. Онда 9 бен 5-тің көбейтіндісі, ал 9 3 болып шығатындықтан онда ол 3 түбір астында 5. Онда мынау 3 түбір астында 5, мынау 2 түбір астында 5. Демек, онда мына жақ екенін, үлкен екенін көре аламыз деген сөз. Ал түбір астында 27, мынау 4 түбір асты. Түбір астында 27-ні көрейік. Түбір астында 27 дегенім ол тең 9 бен 3-тің көбейтіндісі екенін білеміз. Онда 9 түбірден 3 болып шығады, онда 3 түбір астында 3. Демек, мынау 3 түбір астында 3, мынау 4 түбір астында 3, онда мына жағы үлкен деген сөз. Енді біз 7 түбір астында 2 мен 10-ды салыстырайық дейді. Енді оны жаңа ұқсап салыстыра салу бізге кішкене қиынырақ. Сондықтан енді бұл қалай салыстырамыз? Онда біз мынаны былай ойлаймыз. 7 түбір астында 2. 7 түбір астында 2 дегенім, мына 7-ні түбірдің астына, таңбасының астына кіргізіп жіберем. Онда 7 дегенім ол түбір астында 49 деген сөз мысалы. Ал анау түбір астында 2, сонда ол түбір астында 49 бен 2-нің көбейтіндісі, демек тең ол түбірдің астында 98 деген сөз. Ал сол сияқты түбірдің астында 10 дегенім қанша? 10 дегенім ол түбірдің астында 100. 10-ның квадраты. Демек, мынау түбірдің астында 100, ал мынау түбірдің астында 98, онда түбірдің астында 100 үлкен болатын түсінікті, онда мына жағы үлкен деген сөз. Бұны біз мына 7 түбір асты 2-ні мына түбір таңбасының астына кіргізу деп атаймыз оны. Жаңа сияқты біз түбір таңбасынан шығара алсақ, енді оны түбір таңбасының ішіне де кіргізе аламыз оны біз. Ал мынанда дәл сол сияқты, онда 4 түбір асты 3-ті көреміз. Бірінші 4 түбір асты 3. Онда 4 түбірге 16 болып керетін түсінікті, 16 көбейту 3. Онда түбірдің астында 16 көбейту 3, 48 деген сөз. Ал 5 түбір асты 2 деген, 5 түбір асты 2 деген. Ол онда түбірдің астында 5 деген ол 25 болып кереді, онда 25 көбейту 2. Тең онда түбір астында 50. Онда мынау түбір астында 50, мынау түбір астында 48. Демек, түбір астында 50 үлкен, онда мына жағы үлкен, яғни 4 түбір асты 3 кіші 5 түбір асты 2 болатыны түсінікті болды. Енді 6-шы жаттығу, өрнек құрамындағы әріптер оң мәндер қабылдайды деп алып, оны ықшамдаңдар. Енді біз оң мәндерді алып деп қабылдаймыз, онда тікелей төрден шығара берейік. 0,125 деген ол 0,15-тің квадрат, сондықтан 0,15, ал а квадрат түбірден а болып шығады. Б-ның 4 дәрежесі б квадрат болғандықтан ол б-ның квадратының квадрат, сондықтан түбірден б квадрат. Яғни бағанағы формула бойынша б-ның 4/2 дәрежесі болып шығады, яғни б болып шығып кетеді ана жерде. Ал онда 9-дан 1 дегеніміз ол бірінші 3-тен 1 болып шығады. Ал м-нің квадраты м болып шығады, н-нің квадраты түбірден м болып шығады деген сөз. Дәл сол сияқты онда үстін 1 бөлек, астын жеке-жеке түбірге алып шығара беруге болады. Онда 9 дегеніміз 3, сосын x, мынау y-тің квадраты, астында 16 дегенім 4, сосын p q болып шығады түбірден. Бәрі оң мәні қалды деп жатқандықтан біз оны минус плюсіне қарамай осылай шығара береміз. Ал енді 7-ші жаттығу, көрсетілген амалдарды орындаңдар. Онда мына жерде жақша бар. Түбір асты 20 азайту, түбір астында 5 көбейту, түбір асты 5. Онда бұл түбірдің астында 25 дегеніміз, түбір астында 20 дегеніміз ол 4 пен 5-тің көбейтіндісі, азайту түбір асты 5. Көбейту түбір асты 5, онда тең 4 түбір асты 2 дегенім ол 2 түбір асты 5 болып шығады. Азайту түбір асты 5, көбейтілген түбір асты 5. Демек ол тең болады, 2 түбір асты 5-тен түбір асты 5 алғанда түбір асты 5 қалады. Оны көбейтеміз түбір асты 5-ке, сонда ол тең жаңағы түбір асты 25, яғни 5 болып шығып кетеді түбірден.
Енді мынау бағанағы айтылған сияқты 8 минус түбір асты 5 түбір астында. Сосын түбір астында 8 қосу түбір асты 8 минус түбір асты 5 түбір асты 8 плюс түбір асты 5. Онда ол жаңа формула бойынша түбір астында 8-дің квадраты минус түбір астында 5-дің квадраты. Сонда ол тең мынау 8 болып шығып кетеді. Азайту мынау 5 болып шығып кетеді. Тең сонда 3 қалады деген сөз. Енді жаттығу 8, яғни 8-ші жаттығу өрнектердің мәнін табыңдар. 5 қосу 2 түбір астында 6. Мынаны ортақ бөлімге келтірдім. Не болмаса бөлімнің иррационалдықтан құтылдырдым деп айтсам да болады. Мынаған біз 5 минус 2 түбір астында 6-ны алымына да бөліміне де көбейтеміз. Ал мынаған 5 плюс 2 түбір астында 6-ны алымына да бөліміне де көбейтеміз. Сонда ол тең болады. Міне ортақ бөлімі 5 минус 2 түбір астында 6 және 5 плюс 2 түбір астында 6. Ал мынаған біз 5 минус 2 түбір астында 6-ны бердік. Қосу бірге түсіріп жіберейік. Мынаған 5 қосу 2 түбір астында 6-ны бердік. Тең мынау формула бойынша ол бірінші санның квадраты, яғни 5-дің квадраты минус 2 түбір астында 6-ның квадраты. Онда тең болады. Енді бұл жерде 2 түбір асты 6 мен 2 түбір асты 6 кетіп қалады. Бірі мынау минус, мынау плюс. Онда үстінде 10 қалды. Тең енді бұл жерде 5-дің квадраты ол 25. Азайту. Ал мынау 2-ның квадраты 4. Мынау 2-ның де квадраты, сосын түбір асты 6-ның да квадраты. 2-ның квадраты 4 болып кетеді, ал түбір асты 6-ның квадраты 6 болып кетеді. Онда 4 6 24. 24-тен онда. Енді ол тең болады. Біз 25-тен 24-ті алған кезде 1, ал 10-ды 1-ге бөлгенде 10-ның өзі болады. Онда мынау да дәл сол сияқты. Мына жерде түбір астында 5 болады бұл. Мына жерге біз түбір асты 5 минус 3-ті береміз. Минус түбір асты 3-ті береміз. Ал мынаған түбір асты 5 плюс түбір асты 3-ті береміз. Сонда бізде бұнымыз тең болды. Міне мынау түбір асты 5 плюс түбір асты 3-ге бердік. Түбір асты 5 минус түбір асты 3-ті. Ал мынаған бердік. Түбір асты 5 минус түбір асты 3. Соның дәл өзін бергендіктен онда бұның бұл квадраты болып кетеді. Квадраты болып кетеді. Ортақ бөлім жаңа жаздық. Енді мына жер онда қосылған. Міне мына екеуіне ортақ бөлімді жаздық. Енді мынаған біз түбір асты 5 қосу түбір асты бергендіктен онда ол түбір асты 5 қосу түбір асты 3-тің квадраты болып кетеді. Тең. Онда біздің астындағы өрнегіміз түбір асты 5 формулаға тағы келетіндіктен ол түбір астында 5-тің квадраты минус түбір астында 3-тің квадраты. Ал мынау бұл жаңағы түбір астында 5-тің квадраты минус 2 еселенген түбір астында 5 пен түбір астында 3-тің көбейтіндісі минус түбір асты 15 дейсілер. Минус түбір асты 15 болып кетеді. Қосылған түбір асты 3-тің квадраты болады. Қосылған енді мына жерде көрінек болады. Қосу, онда бізде түбір асты 5-тің квадраты плюс 2 түбір астында 2 еселенген бір санның 2 санның көбейтіндісі 15 болып кетеді. Қосылған түбір асты 3-тің квадраты. Онда ол тең болады. Мынау онда мына жерде бізде түбір асты 5-тің квадраты 5 болады. Түбір асты 3-тің квадраты ол минус 3 болады. Ал мынау да дәл сол сияқты 5. Енді мына 2 түбір асты 15 пенен минус ол жерде мынау 2 плюс түбір асты 15 ол плюс сондықтан жойылып кетті. Онда 5 қосу 3. Алым жақта қосу, мынада да дәл сияқты 5 қосу 3 қалды. Демек ол тең болады 5-ке 5-ті қосқанда, яғни 8, 8 мен 2-ні өткенде 16, мынау 5-тен 3-ті алғанда 2 тең болады, қысқарып 8 болды деген сөз. Онда бұл өрнектің мәні 8-ге тең болды. Енді 9-шы жаттығу
бөлшекті қысқартыңдар дейді. 9-ші атта бөлшекті қысқартыңдар. Тең енді біз мынаны қысқарту үшін былай алуға болады. Мысалы, x түбір астында x дегенім ол тең, мысалы x түбір таңбасының астына кіргізіп жіберсем, ол x квадрат болып кетеді. X квадрат көбейту x. Сондықтан ол тең түбірдің астында x-тің кубы деп ойлауға болады. Дәл сол сияқты мынау түбір астында y-тің кубы. Онда біз мынаны түбір астында x-тің кубы минус түбір астында y-тің кубы. Ал мынау түбір астында x минус түбір астында y. Біз енді бұны былай ойлауымыз. Мысалы, түбір астында x-тің бұл кубы. Бағана формула бойынша енді минус мынау түбір астында y-тің кубы. Бөлінген түбір астында x минус түбір астында y. Енді мынау a куб минус b куб деген формулаға тарқатуға болады. a куб минус b куб. b-ның кубы. Ол тең a қызмен жазайық. a минус b сосын a квадрат плюс ab плюс b квадрат деген формула болатын. Онда біз осы бойынша шектеп жүретін болсақ, бұл онда түбір астында x аның орында тұр міне. Бұның орында минус түбір астында y тұр. Сосын келесі түбір астында x-тің квадраты, түбір астында x-тің квадраты минус плюс болады деген жерде a мен бұның көбейтіндісі деген ол түбір асты x пен түбір асты y-тің көбейтіндісі. Онда түбір астында x y болады. Қосылған түбір астында y-тің квадраты. Ал бөлімінде түбір астында x минус түбір астында y. Онда мына мен екеуі бірдей болғандықтан бұл жойылып кетеді. Сонда бізде бұл тең болады. Мына міне түбір астында x-тің квадраты ол x болады. Онда плюс түбір астында x y плюс y болып шығады деген сөз бізде міне. Плюс y онда. Ал екінші, бұл бөлшекті қысқарту керек. Онда біз қысқарту үшін бұл формуланың емес, енді бұл ортақ көбейткішті жақшаның алдына шығаруға болады. Онда 2 түбір астында 10 дегенім мынау минус 5, ал мынау 4 минус түбір астында 10. Біз онда мынаны түбір астында 10-ды түбір астында 5 пен 2-нің көбейтіндісі деп алуға болады. Не болмаса мына жерде 5 дегенім түбір астында 25. Сонда мен мынадан түбір астында 5-ті шығаратын болсам, түбір астында 5 шығаратын болсам, мынадан түбір астында 5-ті шығаратын болсам, онда мынау 2 түбір астында 2 минус түбір астында 5 болады. Ал дәл сол сияқты мынау дегенім, ол түбір астында 4 дегенім түбір астында 16. Түбір астында 16. Ал мен бұдан 16 түбір астында 2-ні шығару керек. Так, ондай болатын болса, мен міне жерде онда мынау 2 түбір астында 10 минус 5 дегенде мен түбір астында 25 деп жіберем. 25 деп ойлаймын. Сосын мына жерде мен 4 дегенде түбір астында 16 деп ойлаймын. Азайту түбір астында 10 тұра берсін. Демек, мынау 2 түбір астында 10 дегенім ол түбір астында 5 пенен түбір астында 2-нің көбейтіндісі. Ал түбір асты 25 дегенім ол түбір асты 5, түбір асты 5-тің көбейтіндісі мысалы. Сол сияқты түбір астында 16 дегенім ол түбір асты 2, түбір асты 8-дің көбейтіндісі. Азайту 10 дегенім дәл сол сияқты түбір асты 5 пен түбір асты 2-нің көбейтіндісі. Енді ортақ көбейткіш шығарып беремін. Мынада екеуінде де түбір асты 5, түбір асты 5 бар. Сол түбір асты 5-ті жақшаның алдына шығарып жіберейін. Сонда менде 2 түбір асты 2 қалды біріншісінде. Азайту түбір асты 5 қалды. Біреу шықты, біреу қалды. Келесісінде мен мына жерде түбір асты 2 бар, мына жерде де түбір асты 2 бар. Сол түбір асты 2-ні шығарып жіберейін алдына.
Ал түбір асты 8 деген ол 4 пен 2-нің көбейтіндісі болғандықтан 4-ім 2 болып шығып кетеді де, сонда мына жерде менде түбір асты 8 деген ол 2 түбір асты 2 деген сөз. Азайту түбір асты 5 қалды міне. Онда мына мен екеуі бірдей өрнек болды, екеуі қысқарып кетеді. Сонда менде түбір асты 2-ден түбір асты 5 қалды. Немесе түбір астында 2,5 деген сөз. Ал үшіншісінде мынаны қысқарту үшін біз былай істеп жүреміз. Түбір астында 10 минус 1-дің квадраты. Бұл формулаға келтіру үшін менде а квадрат деп ойлаймын. Минус, ал 3-ті квадрат түрінде жазуға болады, онда түбір астында 3-дің квадрат деп ойлап жүреміз бұны. Бөлінген асты өзгермейді, түбір астында 10, қосу, түбір астында 3, азайту 1. Тең енді мынау квадраттар айырмасы бойынша көбейтуге шектеледі, яғни а плюс б, а минус б деген бойынша. Онда бірінші түбір астында 10 минус 1 ол бірінші сан, азайтылған екінші сан минус түбір асты 3. Ал келесі енді түбір астында 10 минус 1 плюс түбір астында 3 деген сөз. Яғни мынау а минус б, мынау а плюс б болды деген сөз, квадраттар айырмасының формуласы бойынша. Онда астында түбір астында 10 қосу түбір асты 3 минус 1. Онда мынау түбір астында 10, түбір астында 3 минус 1, мына мен мына екеуі бірдей қылғандықтан осы екеуі қысқарып кетеді. Тең бізде қалады мына өрнек. Яғни түбір астында 10 азайту 1, азайту түбір астында 3 деген сөз. Енді 10-шы жаттығу. Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңдар дейді. Яғни жаңағы айтып кеткен бөлімін иррационалдықтан құтылдыру. Онда біз жаңағы айтылғандай мынаның түйіндесіне көбейтеміз. Бұның түйіндесі түбір астында x плюс түбір астында y. Онда асты мен үстін осыны көбейтіп жүргенде түбір астында x минус түбір астында y-ті көбейтіп жібереміз. Түбір астында x плюс түбір астында y-ке. Ал мынаны да x минус түбір асты xy плюс y көбейтеміз. Түбір астында x плюс түбір астында y. Ал асты квадраттар айырмасының формуласы бойынша түбір астында x-тің квадраты минус түбір астында y-тің квадраты. Үстіне қарап отырсақ, бұлда ана кубтер айырмасының формуласына келеді. Яғни о жерде мысалы мынау а қосу б, ал мынау деген ол а квадрат минус а б плюс б квадратқа келіп тұр міне. Мынау. Ал онда ол тең болады бізде а-ның кубы минус б-ның кубы болады. Дәл онда сол сияқты бізде мына жерде түбір астында x-тің кубы ол а-ның орнында тұр. Ал қосылған түбір астында y-тің кубы ол b-ның орнында тұр. Онда демек астында бізде мынау x минус y, ал үстінде түбір астында x-тің кубын жаңа айтып кеттік, ол x түбір астында x қосылған, мынау дегенім y түбір астында y болады. Енді 9 қосу 3 түбір асты қосу а. Ондай болатын болса, бұның да бөлімін иррационалдықтан құтылу үшін біз бұның түйіндесі жаңағы 3 минус түбір астында аға көбейтем алымында бөлімінде. Онда 3 плюс түбір асты а, 3 минус түбір астында а, мынаны көбейттік. 9 плюс 3 түбір асты а плюс аны 3 минус түбір астында аға. Жаңағы айтылғандай дәл енді мына жерде мынаның минусы болған формула. Мына жерде мына жері минус болғанда, мына жері плюс болып кететін. Бізде сол кезде мына жер плюс деген формула деген сөз. Демек онда ол тең болады мынау кубтер формуласы. Кубтер мына жерде қосындысы болса, мына жерде айырмасына келіп тұр. Яғни ол 3-тің кубы минус түбір асты
аның кубы. Ал астында 3-тің квадраты 9 минус түбір астаның квадраты а. Демек тең 9 минус адан 3-тің квадраты 27 минус түбір астаның кубы дегеніміз а түбір үсті а дедік. Онда осылай шықты. Енді үшіншісі бізде түбір астында x плюс y. Бұл мына жоғарыдағы өрнектерге ұқсамайды, y-тен бір. Онда бөлімнің астандыру үшін бұны дәл сол мына түбір астында қандай сан тұрса, соның өзіне көбейтеміз деп жаңа айттық. Өйткені мына түбір бізде общий тұр. Демек біз мына формуланы көбейтеміз. Қолданамыз, яғни түбір астында а көбейту түбір астында а дегенім ол тең түбір астында а квадрат оң сандар үшін ол тең мысалы а болып шығып кетеді түбірден. Дәл сол сияқты онда мынаған көбейтіп берем. Түбір астында x қосу y-ге дәл сол түбір астында x қосу y-дің өзін. Үстіне де түбір асты x қосу y деген сияқты. Онда ол тең болады міне. Бұл онда түбір астында x қосу y-дің квадраты болып кетеді да. Түбір астында x қосу y-дің квадратынан түбір астында x қосу y. Онда біздің мынауымыз түбірден шығып кетеді, яғни x қосу y-ден түбір астында x қосу y болды деген сөз. Демек біз мұның бөлімін иррационалдықтан құтылдырдық. Енді 11-ші жаттығу бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылыңдар дейді. Жаңағымен ұқсас, енді кішкене бір жерде жаңаға қарағанда күрделірек. Онда біз мынаны 7 түбір астында а деген нәрсе тұр. Осыны құтылуымыз керек. Онда не істейміз? Онда біз мынаны былай жазып жібереміз. А менен екеуінің орнына ауыстырып жіберейік. Онда 49 қосу а болсын. Сонан кейін мына жерде минус 7 түбір астында а былай қарай жазайық. Сонда біз демек мына екеуін бір сан деп ойлауымызға болады қазір. Яғни мынау а, мынау б деп ойлап, минус б деп ойлап. Онда 7 минус түбір астында а. Демек онда бұның түйіндесі біз мына жерде минус тұрса плюсына көбейтіп бере аламыз деген сөз. Тең. Онда 49 қосу а минус 7 түбір асты а көбейтілген. Біз енді оған мына жерде минус болса плюсын көбейтіп бере аламыз. 49 плюс а плюс 7 түбір асты аны. Үстіне де соны көбейтеміз. Онда 7 минус түбір астында а, мына жерде 49 плюс а. Енді екеуін плюсын көбейткендіктен мынаны алдымен плюс 7 түбір астында а тең. Онда мынау формула бойынша бір санның квадраты, яғни 49 плюс аның квадраты минус 7 түбір астында аның квадраты. Ал енді үстіне қарайтын болсақ, мынау жаңа күптер айырмасының формуласында 7-нің квадратына 49, екеуінің көбейтіндісі 7 түбір асты мына жақта тұр, ал түбір асты квадраты мына жерде тұр. Сондықтан бұл 7-нің кубы минус түбір асты аның кубы. Онда ол тең болады. Енді асты. Бізде мына 49 плюс аның квадраты дегеніміз ол 49-ның квадраты. 49-ның екі мың 401 қосылған 98 а қосылған а квадрат формула бойынша енді. Ал мынау минус 49 түбір асты квадраты а болып кетеді. Ал мынау жаңа формула бойынша ол 7-нің кубы. 7-нің кубы дегеніміз 343. Онда ол 343 азайту а түбір астында а деген сөз. Тең енді жерде ұқсас мүшені біріктіріп жіберсек 98 а минус 49 а. Онда ол тең болады. Міне 2401 плюс
349а плюс а квадраттан 343 минус а төбір асты а болады. Енді біз төбір асты 2 қосу төбір асты 3 қосу 1-ден 1. Енді біз бұны дәл жаңағындай бір жолда квадрат төбірден құтыла алмаймыз, сондықтан бұған 2 рет квадрат төбірден құтылу амалын қолданамыз. Яғни бірінші біз мынаны төбір асты 2 қосу 1 қосу төбір асты 3 деп алайық. Яғни бірінші рет мына төбір асты 3-тен құтылып алайық. Яғни мына екеуін бір сан деп, мынаны бір сан деп ойлаймыз. Онда ол тең. Енді біз түйіндесіне көбейтеміз онда. Яғни мына жерде мына екеуін бір сан деп қарап жатырмыз. Онда төбір асты 2 қосу 1 қосу төбір асты 3. Ал мына екеуін бір сан деп қарағандықтан бізде келесіде төбір асты 2 қосу 1 азайту төбір асты 3 дейін көбейтіп бердік. Үстіне де төбір асты 2 қосу 1 азайту төбір астында. Так, мына жерде төбіріміз жоқ. Төбір асты 2 қосу 1 азайту төбір асты 3 тең. Онда мынау формула бойынша бізде төбір астында 2 қосу 1-дің квадраты минус төбір астында 3-дің квадраты. Үсті өзі түседі. Төбір асты 2 қосу 1 азайту төбір асты 3 тең болады. Онда мына жерде төбір асты 2-ның квадраты 2 қосылған 2 еселенген бірінші сан мен екінші сан деген 2 төбір асты 2 қосылған 1-дің квадраты 1. Ал мынау минус төбір асты 3-дің квадраты ол 3 болып кетеді. Онда үстінде төбір асты 2 қосу 1 азайту төбір асты 3 тең. Мына жерде 2 мен 1-ді қоссақ 3, ал минус 3. Онда мына 3-тен 3 алынып бір-бірімен кетіп қалады. Онда астында бізде 2 төбір асты 2-ден төбір асты 2 қосу 1 азайту төбір асты 3 қалды. Ал енді мына жерге келгеннен 2 төбір асты 2. Осыны біз рационалдықтан құтылу үшін тек қана төбір асты 2-ге көбейтсек болды. Астында үстінде төбір асты 2-ге. Сонда мына төбір асты 4 ол 2 болып шығып кетеді. Онда үстінде астында 4 қалады. Ал үстінде мына мен мына 2-ге көбейтілгенде 2 қосылған мына мен мына 2-ге көбейтілгенде төбір асты 2 азайтылған мына мен мына 2-ге көбейтілгенде төбір астында 6. Демек бұл бөлімін рационалдықтан құтылдық деген сөз. Бөлімінде 4 болды. Онда осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бұл сабақта енді квадрат төбірлердің маңызды қасиеттерінің барлығын қарастырдық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.